Мына жақта әпкелеріміз дайын ғой. Ендеше сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен бүгінгі әулетіміздің жаңа құдаларын қарсы алайық, қадірлі достар. Бірге қошеметімізді аямайық. Жаңа құдалар келе жатыр. Алғайын, қай халықта да құда болу бар десек те, құдасын құдайындай сыйлайтын қазақ қана. Бұл қасиет кеше ғана емес, қазақ болғалы, қаннан қанға жалғасып келе жатқан, сүйекке сіңген қасиет. Кешегі атақты Абай мен Ділданамыз, тағдыр қосқандағы Алшынбай мен Құнанбай арасындағы сыйласты. Бұл дәстүр ғасырлар емес, заманалары зымыраса да, шайқалмайтын, лайланбайтын, сейілмейтін сыйласты. Қазақ құданың асы бас, отырған жері төр деген. Ендеше сол қай ғасырдан-ақ қанға сіңген қасиет бойынша, Ерболат құдамыз бастаған құтты құдаларымызды ортаға шақырсақ. Встречаем құдалар, жаңа құдаларды қошемет, құрметпен қарсы алайық, достар. Құда деген бір ел бар, Құдай қосқан, шырайына қазақтың шырай қосқан. Құдалар билеп, құдағилар, құдашалар билеп кіреміз кәке. Құдаңды құдайын Орта келіңіздер. сыйламасың, қақайралып қара жер қолайдаспан бейуайдай. Құтты болсын құдалар, Билеп кіреміз, құдашалар, құдалар. екі жастың